Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді дымлама тамағын дайындайтын боламыз. Ешқандай қуырмай, май қоспай дайындаймыз. Қазанымызды қыздырып, еттің майын және еттерімізді салып шығатын боламыз ең астына. Астын жай қойып қойсаңыздар, май еріп, содан соң барлығын осы рет-ретімен сала беретін боламыз. Пияздарымызды және де сәбізімізді саламыз. Ешқандай қуырмайсыздар. Содан соң картоптарымызды өте дәмді болып шығады. Өзіңізге ұнаған формада турай бересіздер. Осылай кішкене араластырып шығатын боламыз. Енді помидорларымыз қосамыз. Суы шығып, өте дәмді болып шығады. Және ешқандай да су қоспайсыздар. Енді болгар бұрыштарын қосатын боламыз. Мен жасыл және қызыл түрін қостым. Өздеріңізге ұнаған түрін қоса беріңіздер. Және де аскөк, петрушка қосатын боламыз. Осылай турап, немесе бүтіндей қоссаңыздар да болады. Өте әдемі дәм беріп, иісі шығып тұрады. Тұзымызды саламыз. Және де өзіңізге ұнаған кез келген приправа түрін қоссаңыздар болады. Қоспасаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Мен хмели-сумели деген шөптерден арналған приправаны қостым. Осылай жай ғана кішкене бетін ғана араластырып аламыз. Приправа тұзы араласу үшін мұжып араластырудың қажеті жоқ. Осы капустаның қатты бөліктерін салып шығатын боламын, турауға келмейтін. Осылай барлығын салып шықтық. Енді қазір капустамен бетін жауып шығатын боламыз. Баяу отта 1 сағаттай бұқтырып, әдемі буында пісіретін боласыздар. Енді осылай капустамен барлық шетін жауып шығамыз. Өзі буымен баяу отта еттің, помидордың суы шығып, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын осылай салып шықтық. Енді қақпағын жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Біздің тағамымыз пісті. Өте керемет болып шықты. Енді ыдысымызға ең бірінші астына капусталарымызды салып шығатын боламыз. Осылай даққа алып аласыздар. Содан соң қалғандарын сала беретін боламыз. Тағам өте дәмді болып шықты. Видеоны ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Тағам осылай шықты. Өте керемет дәмді болып шықты. Енді бетіне аскөк, көк пияздарымызды сеуіп ұсынатын боламыз. Үйдегілердің барлығына қатты ұнады. Баршаларыңызға ас болсын. Сіздер қалай дайындайсыздар? Комментарийға жаза кетіңіздер.